Так, барлықтарыңа салам, сендермен лайт кіріп менің Орлендтегі выживаниеме қош келдіңдер. Бүгін біз Орлендтегі выживаниені жалғастырамыз. Және де байқап тұрғандарындай мен қазір өзімнің үйімде жүрмін да. Алдында жителге келем деген болатынмын ғой, помните? Мен өлдім ба, аналармен қырылдым ба, какой-то мыналармен негізі артымнан қуып келгендер ғой. Так, Джеки Чан видео басталмастан бұрын айтып жіберейін саған, сен осы видеоны до конца көріп, және де лайк басып, обязательно лайк басшы и каналға жазыл. Так, қазір біз жителдерді әкелетін боламыз аттағы жерден. Короче, мен жителдерді алып келген кезде, бір минус болып тұр да. По идее, ол жителдер тұрмай ма деп тұрмын мен нәште. Қазір мен аттан алып келе аламын, кірген кезде мынандай, в общем, бүйтіп кірген жерім лодканы все мынайшен шығады. Бірақ аналар қашып кетеді ғой менің жерімнен жителдер, және де білмеймін, зомбилар өлтіруі мүмкін. Так что мен бірдеме салып қояйын деп шешіп тұрмын, қазір ой болып тұр, білмеймін. Енді қазір бізде немен салсақ болады, по идее бұл жіппен салсақ болады да, өйткені как-то грубо болмай ма или мындай. Или незаритовый, все-таки незаритовый сала береміз. Қалай ойлайсыңдар? Менде незаритовый блок жоқ та. Жарайды, все-таки незаритовый сала берейін. Короче, қазіргі видео қызық болады. Мен қазір 2 житель дайындап қойған болатынмын. Кешегі видеолардан қарасаңдар болады. Зорға 2 видеоның ішінде зорға алып кетейін деп жатырмын оларды. Это уж жаңалық қой, пацаны. Так, мына жерді былай аламыз. Так. Осы жерде менің жителдерім тұратын болады. Осы жерде жителдердің үйі болады. Так. Опа, все по идее. Яқтауы шығамайды, мен шығып кіріп жүрем. Олар все осының ішінде жүреді да. По идее, шығып кірді да. Штопса көріккен. Все по идее. Мұнаны өлтіріп соға болатын еді. Негізі бірақ өлтірсем, қазір мен ана беттен фук қылады. Ана бетке келдік. И біздегі уақытта қазір мен қайқа қазбем. Мұнда мет өзі или мұнда қараймет. Қайда қазбем мен? И сразу мұналар уже мені атаковать етіп жатыр. Мысалға нәште қасындар болады. Маған атака жасағысы келіп жатыр. Білмеймін не екенін. Мен бұларды бағана ұрып қойған болатын, бағана байқатпай. Әлі көздері менде тұр ғой. Блин, алардың өлгім кеп тұрған жоқ. Тем более 30-ші уровень. Өлтіріп тастауға вариант, не тоже вариант. Өлтіріп тастасақ жарайды. Мына іштеге бір қортық зомби келсе, капец болады маған, пацаны. Және ана төбеден зомбилар ағылса, вообще капец болады. Так, мына жол маған керек емес вообще, если честно. Тек мына жолдан ғана жол керек маған, мына жақтағы жол. Но бұл жолдың өзі менде рискованный жол өте. Так, ұрып алайық шамалы. Болмаш тезіз өліндерші. Лук бар ма менде? Лук бар екен. Так, спектральный оқ екен оны, кстати. Ойбу. Соңғысы қалды, бергеш, братишка. Менде всегда каналда байқап жүрген шығарсыңдар, Алик Кезеттің қандай аты нет, ана ойынның аты. Какие там, Такси Босс деген ойынды түсірген болатынмын, но ешқайсысына ұнамады, байқап тұрмын. Сендерге ол ойын ұнамайды ау, по идее ұнамайды, шынымен. Так, былай жалып тастаймыз, және мұнда, мынау опасно болады. Мына урод. Опана. Мен қалай алып келем, мен негізі нормально жүрген адаммын ғой. Мені қайта неше айтеді. Так. Қазір біз, кстати, барамыз онда. Ол фигня, мына жер дұрыстап қою керек негізі. Қазір мен қалай кіргізем? Олар сразу агрессия етіп кетсе, капец болады ғой. Так, мына жерді дұрыстаймыз, обязательно. Канал не деп отқанда ат тастау керек. По идее, екеуінде де отырып алды, уже 2 лодка бар, 2 житель тұрған. По идее, уже 2 лодкаға да отырып алды гарантия жителдер. Өйткені ана сары нелер, зомбилар. Өйткені олар деген бағана біреуіне отса, значит, және екінші жүріп жаңа жақынманда сол, значит, ол да отырып алды. Лодка, оны ату керек, блин, жұмыс көп. Бірақ мыналарды кіргізетін жол дайын бізде. Так, значит, біреуін ашамыз. Кіттай зомби келмесе болды, главное. Сосын жителдерге тимесе болды. Так, значит, кіттай зомби келсе, вот уже маған капец, честно айтайын, сендерге жеге. Өйткені мен кіттай зомби, тем более мұнандайдың кіттай зомбимен қырыла алмаймын. Қазір менде не жоқ, шит жоқ біріншіден. Екіншіден, в общем, қырыламаймын деймін кіттай зомбилармен. Тез налар өлсе екен. Оқта жоқ қой, тез атып тастайтын. Блин, өліңдерші. Так, последний по идее. Все, последний. Мана аяқта нешеу налар. Так, кел, екеуін бәрін түсіндір, сразу үшеу ғана қапты. 3-ақ штук. Так, менде балта бар ма? Балтамен, по идее, урон қатты болмайтын бет.
Ал нені алып қояйық мына қарай. Мен қазір бұмен қазам ғой екен. Бір жерге құлап баратсам, сразу қазам, сол кезде құламауға шанс көп. Так, мынаны балтамен ұру керек. Оп, оп. И артқа бұрамыз резко. Ей, шушкасымен. Ема. Чуть қалды ғой, көрдіңдер ма? Мынау еще урон алып жатыр ана неден. Блин, мыналарды қалай алып келемін? Так, өзім ойланып алайын шамалы, потом көре жазармыз. Суқа қояйын. Так, первый пошел, первый дайын. Первыйды кіргіздік. Так, мұндағы жерлерді шамалы убрать ету керек. Өйткені анау біздің жетілдеріміз урон алады екен. Так, мынау ұрып мен ұрып қояйын дейді. Так, енді бұрамыз резко. Ой, қалай қарай бұрылады нет өзі? Ана шекедір. Уже келятыр, по идее. Резко ананы кіргізу керек. Бұл кір. Әйтеуір білмеймін, бірдеме кіргіздік. И мынаны тоқтатамыз да. Значит, жабу керек. Так, жеге өлеменға. Қытай қалды, ема. Ема. Өлеменға почти. Бір урон тесе өлем. Все, қашу керек. Мұнда менің нем бар. Мұнда да не вариант қашуға. Ойбай, емать. Мыналар неше өзі, ема. Ойбай, жүрегім ұрып кетті. 32-ші уровеньмен өлсең, вот уже обидно, братва. Вот это уже обидно. Қазір біз мыналардың бәрін қыратын боламыз, яғни айтқанда. Мынаның бәрі маған опыт қайналатын болады. Қалай десеңдер, мен қазір көрсетемін сендерге. Менің бұл жақта опыт негім бар, опыт жинайтын жерім. Қазір мінеміз оған бұлай. Мінамай қалдым. Қапы кетті. Қырғын кетті. Так, опа. Емать. Ана іште неге нормально жер жасамаған мен мінетін. Так, айналып келеміз. Ема, наған қалайны. Братишка, қойсайшы сен. Күттейсің ғой, болмаса емен. Так. Жеміз тез. И ойбай, неше бала қуып кетір мені? Ема, 5 бала жүр ғой қуып мен. Какой-то бір штук мені 5 бала. Тем более дәу зомбидікі. Так, мына зомбилардікі. И асықпай мінеміз. Міндік. Успешно міндік. Мынаның бәрі мен қазір опыт қымай, аяққа қарай өте алмайын, байқап тұрғандарындай өте көп мыналар. Қазір мен сіздерге қалай бұларды опыт қылуға болады көрсетем. Мына жерде кіре берісіміз жауып кетейік. И мына ішке келіп, мына артымызды жауып аламыз. И қазір бәрі мына ішке келеді. Менде так мынандай мод бар. Не болып жатқанын көруге болатын. Қазір көрсетейін сендерге осылай мен яқтан мысалға яқта тұрамын. И модпен бұлар не болып жатқанын көрсете аламын. Так, бұл мод нас аты, если что, кат деп аталады. Короче, былай. Көп па осындай по идее. Если что, жазасыңдар болады. Өте керемет. Бүйтіп көріп, қаяқта кімнің үйлеріне қойып кетсеңдер болады, кім не істеп жатыр білсеңдер болады. Қазір менде 32-ші уровень, мыналардың бәрін өлтіріп боламын. Және қанша уровень көтеретінін сендер көрсететін боламын. Так, мен бір-ақ уровень көтердім, және өте көп зомби болды. Вообще бағана көрген шығарсыңдар қанша талпа болғаны. Соның өзінен бір-ақ уровень көтерілген болатын. Так, менде газ аяқта жүр. Газ бар, секіріп ұрамын деп болмай қалды, және мен сразу қашпассам, мені мыналар 3D жеп қояды. Және мына жақта бізде қазір көрсетемін сендерге. Так, былай тұра-тұрақ. Братан, атпай қойшы маған. Так, мұнда біз мынаны зор тауып, мынаны жағуымыз керек еткені. Алдында ана порталды бұзған болатын, мен өзіме ыңғайлылық жасау үшін, бірақ болмай қалған болатын. Так, менде ана жақта ферма жасаған өзімше. Так, қазір менде ана жақта просто нелер тұр ше, қорқып тұрған жерім. Мына нелерден қорқып тұрмын, свинья зомбилардан. Свинья зомбилар отыр қапты, тып-тыныш болып. Значит, оларды истребить етемін мен қазір. Все. Так, балақай, свинья зомби, қалайсың, амансың ба? Пока. Так, екінші қайда? Екі свинья зомби жүреді ғой жерде. Бір-ақ штук неште. Так, мыналар пробка болып қалған ба не беле. Так, былай қарай қояйық шамалы. И мұны алға қарай фрим жүргіземіз. Былай, все. Мынаны сындырамыз. Так, мынаны сындырамыз. Кетті, анау. Және алға қарай мынаны да жүргіземіз. Все, мынамен қоямыз. Ой, чуть-чуть. Братишка, артқа қарай артқа береміз. И сындырамыз. Бұл да кетіп қалады.
И өзіміз де бұлардың артынан барамыз. Но аяқта свинья зомби шығады, менің қазір жеріммен гарантия сонымен қырылу керек болады. Міне айтқандағыдай. Үлгердім. Ема жеге үлгердім. Аяқта свинья зомби жүр, үй жақта менде бар еще. Оның бәрі маған жабылса қиын болайын деп тұр, но сонда да нормальный жағдай. Ема байқамай артта анау мына мініп кеткен сияқты болды кәдімгідей. Қорқып кеттім. Так. Сен міндің ба жаңа аяққа? Міндің да. Қалай міндің? Сенде екінші житель қайда біздегі? Мініп тұр екен, бұрышта тұр екен ғой. Короче, менде Джеки Чандар 2 житель әкелдім. Мен өте, честно айтайын, қуаныштымын даладан житель әкелгеніме. Енді қазір мен бұларға тамақ беріп көбейте аламын. Және де бірақ ең дұрысы, мыналар маған ұнамайды шығар, мыналардың нелері. Топырақ бар ма менде? Топыраққа ауыстырып. Анау атқа кетіп қалды. О, далбан. Кстати, мен отырғызуым керек. Отыр сен. Ұмытып кетпін ғой бұны. Ететін. Так, ананы алып келу керек обратно. Жұмыс. Өзіме жұмыс создать етіп жүрмін. Так, братан, қырылмай қойықшы. Так. Қопа құртуға жалан жоқ просто. Мен сразу өлтіргім келді. Так, кім сен? Аяққа бар. Кім? Қақа кетіп баратсың, кім? Барма ойқа. Кет. Юмана тупойды алып кетіндерші. Қалай қайтам мен? Аяққа кет. Ұрып өлтірем житель. Жындыма ма басын етіп жүр ғой. Кет кейін осы. Атып сайын ба жеге. Жындыма мен керемет ценный ресурсым біреу ғой бұл деген. Так, анаука примерно бар лодкаға отырып қалады. Мен порталды сындырам менің үйімдегі. Әзірге бұларды порталдан бөліп ала алмаймын. Так что сондықтан порталды бөліп аламыз. Бұлай қарай лодканы итеруге бола ма жеге? Лодканы итеруге болса бөліп алған дұрыс еді бұларды порталдан әрі қарай. Чтобы мен қиналмау үшін. Қалай бөліп алсам болады? Портал жауып тастасам болады, кстати, бұлар кірмейтіндей. Все, по идее. Вот бұлар кіре алмайды порталға. Мен ғана кіре аламын. И идеально. Расклад. Вот, по идее. Енді осылай жабуға болады. Және мынаны әкелеміз де сындырамыз мынаны. Все. Екеуің боссыңдар. Ешқайсың порталға барамайсыңдар. Біріншіден, сендердің балдарың баруы мүмкін. Қазір бала жасасаңдар. Так что бұлайшытырды кітте жауып тастай салайық. Өйткені бала туылса, балалары еріп кеткені маған жарамайды маған. Нормально жителдер керек. Ешқаша кірмейтін, бір жолында отыратын. Так что мына жерді жауып тастау керек. Так, сені де жауып тастаймыз. И сені де жауып тастаймыз. Сол кезде мына іште мына жерден алып шығып кете жатты ғой жаңа ғана. Все, по идее. Енді сендер ешқаша кетпейсіңдер. Смело кіріп кете берсін болады. Мен атқа кіремін десем, мына ішке су құйып, сумен кіріп кетсем болады, бірақ не вариант. Қазір енді бұларға біз тамақ береміз, олар көбейеді, менде енді үйме житель. Наконец-то кәдімгідей житель әкелдім. Оған өте қуаныштымын. Мен бұны әкеле алам ба деп ойламағам. Ой, тілім кетіп жатыр. Так, әкелем деп ойламадым вообще. Мына ішке наглеркамен вообще сындыруға болмайды бұны. Сындырып қойын деп тұрмын бірдемен. Так, былай, картошка берейік, картошка, сәбіз, осылай көбейтесіңдер деді ғой маған. Мына алмазный меч қақтан шығар, мен кекем ғой. Так, все, по идее. Екеуің жага жасаңдар. И, по идее, кровать бұларға керек па? Кровать керек, ұйықтайтын. Или жоқ тасташ. Не істейсің десіңдер кровать. Мына үстін жауып қоя салайық, мына жақтан зомби кіре алмайды шығар, кітте зомби кіріп кете алады да жеге. По идее, кітте зомби кіріп кете алады. Жауып тастай салайын осылай. Көріп тұрғандарына мен 2 житель әкелген болатынмын. Жеріме өте қуаныштымын қазіргі моментте. Сендер лайктарыңды басыңдар, комменттерін жазыңдар. Осы 2 жительмен не істеуге болады, және 2 жительге ат қойсаңдар болады. Разрешаю, осы 2 жительді біз нетеміз, аттарын шығарып, қазіргі уақытта біздің жительдерге айналдыратын боламыз. Сендер болмаған лайк, давайте амандықта, сау болыңыздар, кездескенше.